Қазір мен енді план потолковты түсіндірем. Әдейі мына проектті аштым. Бұл жерде ровный потолокта бассейнде барлығы бар екен. Мебельді ашып аламыз, слойын жабамыз. Сөйтіп потолок бізде плитамен жасалады. Мына жерде перекрытие, инструмент перекрытие таңдаймыз. Слой ашамыз. Слой бар бұны айтпақшы. Слойын отделка потолок дегенге көшіреміз. Бұл архикатта өзінде бар слой. Сөйтіп параметрына кіреміз да толщинасын пока 20 деп тұра тұрсын. ID-не жазамыз потолок и қай бөлме. Детскаядан бастайын. Потолок детская. Сөйтіп показано плане дегенде штриховка поверхности өшіп тұр. Осыны қосамыз да фон емес, линии наклонная шаг 1,5. Сөйтіп фоны ақ, сызығы қызыл болып тұрсын. Окей дейміз да. Бір жерге показать деп бір жерге сызып алайық. Енді дизайнды ашамыз. Дизайнда бізде ровный потолок, парящий бар. Мына жақта штораға нишасы бар. Қараймыз. Мына жақта шкаф бар. Енді аламыз да сызамыз. Бұл ровный потолок. Бүйтіп полный сызып аламыз да. Штора нишасына 200 қашамыз. Сөйтіп нишаны қалай жасаймыз? Перекрытие параметры. Фонда ана штриховкасын фон дейміз да, цветін. Цветін. Давайте мынандай цвет қылайық. И алып былай сызамыз. Енді бұл жерде нені жасамадық біз? Мына плита бізде қазір 0-де тұр. Бөлменің потологының биіктігін жазамыз. Бізде 3,5 екен потолок. 3,5 деп жазамыз. 3,5-нан 100 түсеміз кемі. Мына жақ бізде 100 түседі плитадан, гипсокартон. Егер натяжной болса 70-80 қылуға болады, бірақ енді грубо негізі 100 деп ала беріңіздер. Ал ниша болса осылай 20 болып қала берсін. Ниша тақалып тұрады, просто штукатурка жағылады и все. Енді бұл жерде бізде мына жерде екі шетінде парящий бар. Парящийге бізде профиль түседі. Мына жақта профиль негіз керек емес. Екі жағын көрсетуіміз керек. Мына жақ бізде 50 қашады. Мына жақ бізде 50 қашады. Не үшін мына жақ істемедім? Себебі ол жақ шкафтың арты итак көрінбейді. Сол үшін шкафтың артын жасаған артық шығын. Енді альт басып мынаның свойствосын көшіремін да. Тек штор емес, бұл парящий деп цветін өзгертіп. Пробелді басып тұрсаңыз, немесе екі шетін ұстап, осылай өзіміз толтыра саламыз. Міне. Болды, енді бізде бұл потолок детская, дұрыс. Қараймыз дальше. Бұл ровный потолокта жасалатын нәрсе. Енді, допустим, бізде мына бөлмеде бассейн бар екен. Бұл бізде мына бөлме. Сызып аламыз. Бұл жерде енді бассейн іші 50 түсет, немесе 100 түсет. 100 түсет деп есептесек, немесе 50 деп алсаңыздар болады. Егер бөлмеңіздің высотасы төмен болса, барынша тақатты жасайды. Ал егерде мынандай биік болатын болса, запаспен 3,5 метр болғаннан кейін запаспен 100 деп ала берсеңіздер де болады негізі. Сонда мына жақ 100, сырты қараймыз примерно қанша мынау? Мына жері 10 и тағы парящийге зазор бар. Зазор где-то 3-4 сантиметр болады. Өйткені LED лентаны мастер қолымен салып ішіне жабыстыру керек. Егер 1 сантиметр тастап қойсаңыз, ертең мастер жылайды. Сол үшін 3 сантиметр десек, мынаны 10 десек, 13 дейді. Біз сразу давайте 15 сантиметрге түсіре салайық. Сонда мына жақ 10 и 15 түседі. Сонда 250-ге түсіп тұр мына шеті. Енді мына жерде осындай сәл мына жақ тең болып тұр ғой. Кейде впритык болып тұрады. Мына жерден дизайнер сәл тең қалдырыпты. Значит, бұл жерде теневой профиль бар деген сөз. Енді он дизайнердің өзінен негіз сұрап аласыздар. Кейде өздері байқамай жасап жібереді. Сұрайсыз, мына жерде теневой профиль бар ма дейсіз? Я бар десе, оны да көрсетуіміз керек. Енді қалай жасаймыз? Бізде потолок 250 түседі дедік.
сосын параметрға кіреміз, цветін өзгертеміз. Бұл енді қызыл 100 түседі ғой бізде, қызыл штриховка. Значит, бұл басқа болады. Жасыл болсын. Жасыл бізде 250 түседі. Сөйтіп таңдаймыз. Шторға 200 қашамыз. Мына шторды алып келеміз да, мынаның ішін толтырамыз. Сосын енді осыны біз көшіреміз. Ctrl-Shift деп үсті-үстіне қоямыз мынаны. Қараңыз, мына жақта шкаф бар. Шкафтан қашамыз 500. Мынау 500 болса, шкафтан тағы 500 қашамыз. Значит, шкафтың толщинасын көріп алайық. Бізде шкаф 600 екен. Значит, 1100 қашамыз деген ғой, дұрыс па? 1100 қашамыз. И мына жағы 500, мына жағы 500, мына жағы 500. Енді егер де сіздер төртбұрыш болатын болса, онда осылай қалдырсаңыздар да болады. Бірақ менде мына шеттерінде закруглениелер бар. Оны қалай жасаймыз? Мынаны таңдаймын. Мына бұрышын басамын. Мына жерде инструмент скругление деген бар. Осыны басамын да радиусын жазамын. Қаншаға? Мынау қанша? Примерно 30 сантиметр. 300 деп жазамын. Мынаны скруглить. 300 деп соңғысы жазылып тұр. Enter. Мынаны басамыз, скруглить, Enter. Мынаны басамыз, скруглить, Enter. Домалақ болып түсе қалды. Бұл бірақ бізде мынаның свойствосымен бірдей 100-ге түсіп тұр ғой, өйткені. Бұл 100-ге түсіп тұр. Мына Alt-ты басып, мынаны көшірем. Ctrl-Alt-ты басып, мынаның үстіне свойствосын қоямын. Енді мынау бірақ қазір біз кейін площадь есептейтін кезде мына бөлмені, ол мына квадратты бір өлшейді, оған мынаны тағы бір қосады. Бөлмеміз үлкейіп кетпеу үшін есептеген кезде мынадан мынаны алып тастауымыз керек. Оны қалай алып тастаймыз? Алып тастау керек. Алынып, қайсынан алып тастаймыз? Соны таңдаймыз, басамыз, бір бұрышын узелін басамыз да, мына жерде удаление из многоугольника деген бар. Соны басамыз, пробелді басып тұрып, мынаны таңдайсыздар. Бассаңыздар, өз алып тастады. Енді бізде мынаның ішінде подсветка бар и сыртында парящий бар. Парящийдің профилін, негіз профиль алмай қолмен жасауға болады. Қиындау, профиль алса сәл қымбаттау. Сол үшін клиент өз шешеді оны аламыз да, басамыз да, полилинияны потолокқа көшіреміз. Короткая штриховая цветі көк и мынаны етіп науыштан ұстап бет сызамыз да, сөйтіп полилиния таңдаламай жатса, полилиния Ctrl-A, сөйтіп қайсысы керек бізге осыны басамыз да, барлығын 5 см түсірек. Сөйтіп кейін көк сызық бізде теневой профиль деп жазып қоямыз. Болды. Енді бұл жерде бір әдемілік істесек болады. Мына сызықты ертең размерін саға сіз бірінші мына освещениені сызбай тұрып потолок сызып алу керек дедім ғой. Мына линияны потолоктың освещениесінде көрсетсеңіз болады. Оны қалай көрсетеміз? Аламыз да, мына полинияны таңдаймыз да, цвет қызыл қыламыз да, ортасын басып тұрып қоямыз. Сөйтіп, бұл полилинияны алып электрооборудованияға лақтырып жібере саламыз. Сол кезде біз план осветительных приборды ашқан кезде соның қай жерден жүрген сразу көрініп тұр. Сөйтіп, біз мына бұрыштан осының үстінен бүйтіп выводты тастап кете саламыз. И осының ортасынан уже люстраны қойып, споттарын мынадан қашып, уже размерін түсініп тұрамыз. Солай жасасақ ыңғайлы болады. Жалпы осы. Енді осы потолокқа біз просто алып размер беріп шыға саламыз. Мына жақта да сплошной екен. Басқалардың бәрі ешқандай қиындық жоқ. Негізі қарасаңыздар, ригель қай жерде бар екен ұмытып кетпеңіздер. Ригель тұрса, оның үстіне гипсокартон жүрмейді. Мысалға қай жерде? Мына жерде бар. Мына жерде ригель бар. Значит, потолок мына жаққа дейін бөлек, мына жаққа дейін бөлек болады. Енді мына жерде біз мына плиталар таңдаймыз да, параметріне кіріп, бұл бізде детский емес қой, бұл бізде спальня, допустим, дедушки деп жазамыз, Enter. Сонда мынаның барлығы бізде атаның потологы деп
Keyin üst ko'rsatiladi. Endi жалпы түсінікті деп ойлаймын. Енді бұған просто размер қойып шығамыз. Размерді аламыз. Потолокқа көшеміз да алып размерлерді былай беріп шығамыз. Шторды көрсетеміз, бәрін көрсетеміз. Енді мына жерде бізде не бар? Радиусын көрсетуіміз керек. Мына домалақтың үстіне алып келсек, потолокқа көшіреміз деп көрсетеміз. Міне радиусы 300 миллиметр. Осылай қойып шығасыздар. Сонымен потолок бітіп тұр. Қандай нәрсе бар? Тағы бір нәрсе бар. Мысалға, клиент сізде натяжной потолок қаласа, натяжной потолок мынандай до потолка шкафтармен жасау қиын. Өйткені ол ар жақта қабырғаға байланады ғой. Мына жақта шкафты әкеп тіресек, ол потолокты жыртып жіберуі мүмкін, немесе сәл жетпей қалуы мүмкін. Стыкі әдемі емес болып қалады. Ал гипсокартон болса, проблема жоқ, осылай жасай бересіздер. Енді оны қалай жасау керек? Мына бөлмені клиент натяжной жасаймын деп айтты сізге, да? Или полный натяжной жасаймын деп. Қалай жасаймыз? Мына шкафтың үстінде ниша көрсетуіміз керек гипсокартоннан. Қашамыз, 600 болады шкаф. И осының үстін көшіріп алып келеміз. Альтты басып көшірдім, параметрға кірдім. Цветін жасыл қылайық. Окей дейік та, фонды алып кеп қоямыз ғой. Сонда мына жер бізде гипсокартон болады шкафтың үсті. И стыкі әдемі болады. Мынау кеп гипсокартонға кеп тіреліп қалады ғой. Сөйтіп сол гипсокартоннан уже парашюттің профилі қағылады. И дальше уже ровный болып, әдемі болып жасайды. Сондай моменттері бар. Оны уточнить етесіздер дизайнерден, главный дизайнерден. Қандай жасап жатыр? Натяжной десе, үстіне планка көрсетейін ба? Негізі көрсету керек деп өзіңіз айтасыз. Жалпы осы қандай момент бар қазір есіме түсірейін. Мынандай потолоктың декорлары бар, оны көрсетіп кете салайын сразу. Саған мына жерде мынандай декор латунь сияқты жабыстырған, сосын кейде мысалы галтел жабыстырады. Соларды да біз көрсетуіміз керек. Галтелді плинтуспен бірге көрсетем, қалай жасау керек екен. Оны планда көрсетеміз отдельно. Қалай мысалға? Жаңа бөлмені ашайын. Мына жерде кейде ою жабыстырады, лепнина, кейде молдинг жабыстырады, кейде мынандай латунь жабыстырады. Оны аламыз да, мынаның размерлерін өшіреміз. Потолокпен бірге тұр ғой. Ашамыз, потолокты ашамыз. Сөйтіп жаңа слой ашамыз. Создать декор потолка деп слой ашамыз. Enter басамыз. Сөйтіп мына плиталарды декор потолкаға көшіреміз. Enter басамыз. Потолокты жауып тастай саламыз. Ctrl-L потолок жабамыз, декор қалдырамыз. Міне. Енді осылардың штриховкасын біз қазір керек емес, уже бағана көрсетіп қойдық қой, бір рет айттық, өздері түсіну керек. Сол үшін штриховканы өшіріп тастаймыз. Просто қара сызықтар болды. Енді фонды аламыз, штриховканы аламыз, фонға көшіреміз, цветін оранжевый қыламыз, правил басып тұрып, ішін полный бояймыз, декор потолкаға слойын көшіреміз, полный бояймыз. Қанша қашып тұр? Где-то бір 20 сантиметр қашып тұр. Полный 20 сантиметрге тартамыз. Сөйтіп Ctrl-Shift-ті тағы. Латунь 20 миллиметр болады көбінесе, 30 болады, кейде 15 қарайсыздар. 10 дегендер бар. Бұл жерден 22 сантиметрлікке ұқсап тұр. Мынаны өшіріп тастаймыз. Ой-бай. Извиняюсь. Неге бәрі өшіп кетіп жатыр? Мен плитамен сызып жатыр екен ғой. Мынаны бәрін алып келейік. Сөйтіп минус қылып, аның ішін алып тастаймыз. Өшіреміз. Неге бұл бұндай болды? Так. Давайте осыны боя салайық бұдан да. Мені ашытпай. Штриховка.
Или давайте полный штриховкамен көрсетейінші. Өшірем. Штриховка бояйым. 200 қашат дедік. Ctrl Shift 20 қашат дедік. И мынадан өзілін басып минус дейміз да. Шынап тастаймыз, мынаны өшіріп тастаймыз. Болды. И осыған декор потолка деп размерді қойып шығамыз. Молдинг болса да просто сызықпен сызасыздар. По линиямен галтел болса оны көрсетем. Просто размер қойып шығасыздар. Осылайға ашып галтелді жалпы қалай жасау керек екенін келесі сабақтарда көрсетем.